Барлықтарыңызға сәлем, сіздерді өз каналымда көргеніме өте қатты қуаныштымын. Бүгін мен сіздерге осы шоколад бизнесіндегі новичок қыздардың көп жіберетін 7 қателігі жайлы айтатын боламын. Көптеген новичок қыздар шоколад бизнесін бастарда дәл осы 7 қателікті жиі жіберіп алады. Ал сіз қайсысын жасап жүрсіз, соны комментарийға жазып кетіңіз, бірге талқылайтын боламыз. Ал енді кеттік, бастайық. Ең бірінші қателік бұл қыздар темперированиені дұрыс жасамауда. Яғни көп қыздар алғашқыда осы шоколад бизнесін қызығады, түрлі тегін видеоларды қарап алып, басында каша, неден қалай басарын білмейді да, содан шоколадты жасап көреді тегін видеолар арқылы. Сосын ол ойындағыдай шықпайды. Мысалы, ол қатпайды, клубников шоколаден жасайды, бірақ клубников шоколаден сыртындағы шоколад қатпайды, коробкаға жағылады, капсулаға жағылады, содан иісі шығып әзерден жасайды да, сосын ой құрсын, бұл қиын екен деп жауып қояды. Бұл ең үлкен қателіктің бірі. Бір істі бастайдыңыз ба, сол істен табыс табамын, осы істі алға қарай жүргіземін деген шешімге келіңіз, міндетті түрде хотя бы бір базовый білім алып алыңыздар. База әрқашанда керек, себебі шоколадпен жұмыс жасау оңай, вроде бы қыздардың қатардың бітті шықты, но оның да бір нюанстары бар, темперирование уақытында сақтайтын температура бар, бөлме температурасы болу керек, жаңағы қолданатын пирометріңіздің да оның калибровкасын жасау керек, міндетті түрде сондай бір нюанстарды, яғни базовый білімді біліп алуыңыз керек. Бұл ең көп жіберетін қателіктердің бірі. Екіншіден, бұл арзан шикізат қолдану. Яғни клиент бәрібір, адамдар білмейді бәрібір дейміз да. Көп қыздардың қателігі арзан шоколадпен жұмыс жасайды. Кейбіреулер бар магазинда аппетитті шоколадтармен жасайтын, жасаңыздар, мүмкін ол клиент сізден алар, бәрібір. Но ол клиент сізге қайтып келуі кепілділігі екіталай. Сондықтан да жұмыс жасайсыз ба, конкретно табыс табам деген шешімге келіңіз, конкретно кәдімгі качественный, натуральный ингредиенттерді қолданыңыздар. Яғни көп мастерлар қазір бағасын арзандатам, үнемдеймін деген сияқты мақсатта натуральный калибровый шоколад болсын, қандай натуральный шоколадқа глазурь қосады, оның дәмін құртып жібереді. Оны қыздар білетін адам біледі. Ол клиент жаман привкус беретін болады, тамақ қыжылдайтын болады, тамағын қыратын болады, аузында ерімейтін болады. Сосын клиент ойлайды, ой, бұл мастердан мен алмай ақ қояйын. Сондықтан сіз минус 1 клиент деп уже есептейсіз. Сондықтан да табыс табамын деген шешімге келіңіздер, долговечный мақсат қойдыңыздар ма, пожалуйста, міндетті түрде натуральный шоколадпен жұмыс жасаңыздар, жасыма. Келесі, үшінші қателік, бұл бағаны дұрыс қоймау. Көп қыздардың жіберетін қателігі конкуренттерге қарап өнімнің бағасын қоя салады. Бұл жерде сіз, значит, бет алды жұмыс жасалатсыз деген сөз ғой. Себебі сіз қанша пайда түсетінін білмей, просто вслепую жұмыс жасап, вслепую баға қойып сатып жатырсыз. Міндетті түрде сіз бір наборды жасадыңыз, сол набордың кеткен шығынын өзіңіз есептеуіңіз керек. Клубникаға неше теңге кетті, например, шоколадқа қанша грамм шоколадқа кетті сізде, коробкаңыз неше теңге алдыңыз, лентаны қанша алдыңыз, қолданып жатқан капсулаларыңыз неше теңге. Соның барлығын жазып алғаннан кейін сіз мына жасаған наборыңыздың неше теңге екенін білуіңіз керек. Содан кейін барып оның үстіне өзіңіздің кеткен уақытыңыздың бағасын, кеткен светтің бағасын, судың бағасын қосып, уже өзіңіздің жасаған еңбегіңіздің ақысын шығаруыңыз керек. Сондықтан да көп қыздар өйстіп конкуренттерге қарап баға қояды да, минусқа кетеді. Сосын кейін шаршап-шалдығып, ой, мен түк таппадым, бұл салада табыс жоқ дейді, жылы жауып қоя салады. Бұл ең үлкен қателіктің бірі қыздар. Сондықтан да міндетті түрде жасаған өніміңіздің, мынау жасаған наборыңызды полностью қанша зат кетті, соның бағасын өзіңізге шығарып алып, сосын үстінен еңбегіңіздің бағасын қосып сатыңыздар. Келесі, бұл қыздар коробка мен фотоға мән бермеуге. Көп қыздардан байқаймын енді жасап жатқан үйіндегі осындай бірдемеден босаған коробкаға клубникасын салып сата береді. Букет жасағанда да алдында біреуден сыйлыққа өзіне букет келген, соның оберткасына орап жібере береді. Жай үйдегі пакет маечкаға салып жібереді. Бұл қыздар сіздердің өзіңіздің брендіңіз, яғни бірінші күннен бастадыңыз, все, бренд қалыптастырыңыздар. Міндетті түрде бір керемет коробка, керемет пакет болмаса да, бірақ новый болсын, бір стильда болсын. Түсірген фотоларыңызда аппетитный болу керек. Яғни түнде фотоға түсірмеуге тырысыңыздар, күндізгі жарықпен осылай түсіруге тырысыңыздар. Және де клиент сіздің жасаған наборыңыздың фотосын көрген бетте, о, мынаны жегім келді, мынаны жегім келеді, алғым келеді, заказ беремін деген желание ояну керек. Сондықтан да міндетті түрде жасаған өніміңіздің тек дәмділігіне емес, тек дәміне емес, сыртына да, оны түсірген фотосына да, яғни өзінің брендіңізді бірінші күннен қалыптастыруға тырысыңыздар. Одан кейін қыздар, бесінші қателік бұл әлеуметтік желіні қолданбау. Яғни қазіргі таңда әлеуметтік желінің прям шарқырап тұрған шағында көп қыздар тек инстаграмға да ашып қойып отырады. Жоқ қыздар, міндетті түрде инстаграмда да, тиктокта да, қазіргі таңда Threads, ютуб болсын, телеграм болсын, ватсап, барлық әлеуметтік желіні 100% қамтуға тырысыңыздар. Себебі клиенттер қазір барлық жерде отырады, барлық жерде сіз өзіңіздің клиентіңіз келеді. Яғни, және де көп қыздар, мысалы, әлеуметтік желіні ашады да, бірінші күнде фотоларды салып қояды, болды, прайс қойып қойды, бітті,
жоқ қыздар, күнделікті жасап жатқан наборыңыздың процесін түсіріңіз, өзіңіз түсіріңіз, қандай заттар алып жатсыз, қай жерден коробка алып жатсыз, қандай шоколадпен қолданып жатсыз, қандай клубника жұмыс барысында сіз оны жуып жатсыз ба, жуып жатқан жоқсыз ба, яғни процессті көрсетуге тырысыңыздар толықтай. Себебі адамдар адамнан сатып алады, адамдар уже көзі жетеді, что сіз таза жерде жасайсыз, что сіз таза натуральный шоколад қолданасыз, таза клубникамен жұмыс жасайсыз. Соның барлығын көргеннен кейін сіздерге клиент довериені келеді. Мынау мастер жақсы жасайды, осыдан алайын деген. Сондықтан міндетті түрде әлеуметтік желіде тек фото мен прайс қана салмай, процессіңізді, өзіңізді, өміріңізді де көрсетуге тырысыңыздар бірінші күннен бастап. Келесі қыздар, уже 6-шы қателікке келіп қалды, бұл уақытты дұрыс жоспарламау. Яғни көп қыздар, келесі апта мұғалімдер күні мен осындай зат жасаймын, маған заказ беріңдер деп, бір апта қалған кезде жаңағы әлеуметтік желілерге шыға бастайды, жан-жаққа не жібереді, таргет реклама жіберіп, жан-дала сосын заказды қаптатып алады, бір күнде шаршап шалдығып выгоранияға түсіп жатады. Ондай болмас үшін қыздар міндетті түрде 2 ай бұрын, осы 2 айдан кейін мұғалімдер күні, мен осы мұғалімдер күнде өзіңізге мақсат қоясыз. Осы мұғалімдер күнде мен мысалы 200 000 теңге табыс тапқым келеді. Так, 200 000 теңге табыс табу үшін мен не істеуім керек деген сияқты. Осындай штук клубника шоколад сатуым, осындай штук шоколад сатуым керек деген сияқты. Осындай өзіңізге мақсат қойыңыз. Сосын сол мақсатқа қаратай жұмыс жасаңыз, әлеуметтік желілерге шығарыңыздар, реклама шығарыңыздар. Яғни бір ай бұрын сіз уже өзіңіздің аудиторияңызға реклама жіберіп, уже заказдар жинап бастауыңыз керек. Сол кезде сізде жоспар болады айқын, сіз уже бәріне үлгеретін боласыз, үйді де, бала-шағаңды, жұмысты да деген сияқты, и сізде выгорание болмайды. Келесі бұл 7-ші қателік, бұл өзін жарнамаламау. Алғашқы бастағанда, мен түсінем, қорқыныш болады, ол не ойлап қояды, вдруг тәтті емес, вдруг ұнамайды. Жоқ қыздар, жасы білім алдыңыз ба, жасадың, қолыңыздан келіп тұр ма, өзіңізге ұнай ма? Все, сіз өзіңіздің бастап жатқан бизнесіңіздің лицосыз, барған жеріңізге реклама жасап жүріңіз өзіңіз. Мысалға маникюрға барыңыздар, мастеріңіз қандай кішкентай шоколад апарып, мен қазір осындай шоколадтар жасап жүрмін, маған заказ беріңіз, сізге например скидка жасаймын деген сияқты. Алғашқыда ондай клиент жинау барысында жасауға болады. Жан-жағын мысалы магазиндағы адамдарға барып, өзіңіздің құрбыларыңызға болсын, мұғалімдерге, балаларыңыздың ата-аналарға болсын, міндетті түрде айтып жүріңіз, ұялмаңыз. Өйткені сіз өзіңіздің бизнесіңіздің маркетологысыз, сіз өзіңіздің бизнесіңіздің лицосыз, яғни сіз өз брендіңізді қалыптастырып дамытуыңыз керек, табыс сізге керек. Сондықтан да ұялмаймыз өз-өзімізді жарнамалаудан. Яғни қыздар, міне ең көп кездесетін 7 қателіктер. Бұны білсеңіздер, сіздерге алдағы уақытта осы шоколад бизнесінде жүру жолыңыз жеңілдейтін болады. Сондықтан да егер де сіздерге видео пайдалы болса, міндетті түрде лайк басып кетіңіздер. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазыңыздар. Тағы да қандай қателіктермен кездесіп жүрсіздер, яғни қандай қателіктерді жасап жүрсіздер, соны комментарийға жазып кетіңіздер, бірге талқылайтын боламыз. Міндетті түрде каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта осы шоколад бизнесінде үй жағдайында табыс табудың жолдарымен сіздерге бөлісетін боламын. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Келесі видеоларда кездескенше сау болыңыздар.